Баршаңызға сәлем. Адам үшін денсаулықтан артық байлық жоқ. Бақыттың 90% денсаулықта екенін ұмытпаңыз. Осы орайда назарларыңызға денсаулыққа қатысты пайдалы кеңестер тізбегін ұсынамын. Қатты ыстық тамақ ішпеңіз. Ыстық тағамдар ағзадағы микробтармен күресетіні белгілі. Алайда, сол бактериялардың ішінде пайдалылары да бар екені рас. Адам ағзасындағы тіндер өте нәзік келеді. Сол үшін ыстық тағам олардың тіршілігіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Әсіресе қалқанша безінің жұмысына бұл кедергі келтіреді. Ауыздан жағымсыз иістің шығуы да осыдан. Сіз ішетін тағам мен сусындар Цельсий өлшемі бойынша 45 градустан аспауы тиіс. Суды бірнеше рет қайнатпаңыз. Су қайнаған сайын өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Ал суды бірнеше рет қайнату арқылы оның ағзаға тигізетін зиянын да арттыра түсеміз. Негізі, суды қайнатпай-ақ оны фильтрден өткізіп алған дұрыс. Құдықтан алынған судың да зиянды тұстары бар. Соңғы кездері құдық суынан мышьяк табылуда. Бұл ағза үшін у болып есептеледі. Суды көбірек ішіңіз. Ағзаны қалпында ұстау үшін күніне 2 литр су ішу керек. Одан артық ішудің қажеті жоқ. 2 литрден артық су ішсеңіз, су ағзадағы зиянды бактериялармен бірге пайдалысын да алып кетуі мүмкін. Егер нақтырақ айтатын болсақ, әр адам өзінің 1 келі салмағына 30 мл су ішкен дұрыс. Мысалы, сіздің салмағыңыз 70 келі болса, онда күніне 2 литр су ішесіз. Ал салмағыңыз 80 келі болса, 2,5 литр су пайдаланасыз. Жаңғақ жеңіз. Ол өмірді ұзартады. Жаңғақты күн сайын жесеңіз де артық етпес. Өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Сондай-ақ, жаңғақ адам ағзасының қартаю процесін баяулатады. Ең пайдалы жаңғақ деп грек жаңғағын атауға болады. Грек жаңғағын күніне 100 граммнан артық жемеңіз. Өйткені шамадан тыс жеудің де өзіндік проблемалары бар. Күнбағыс шемішкесін де аздаған мөлшерде пайдаланған денсаулыққа қауіпті емес. Тек тісіңізді сақтау үшін оны қолмен шағыңыз. Газ плиталарынан бас тартыңыз. Егер үйіңізде газ плитасы болса, оны тезірек электрлі плитаға ауыстырғаныңыз дұрыс. Газды сөндірген соң, оның зияны ауада қалып қоятынын ескертеміз. Ауада қалған газ шөгіп, қара күйеге айналады. Әлгі күйе сіздің өкпеңізге түсуі мүмкін. Сондай-ақ газдың жарылу қаупі бар екенін де жақсы білесіз. Күн сайын сабынмен жуыну теріңізді құрғатып жібереді. Сондай-ақ сабынды жиі пайдалану арқылы біз терімізді инфекциямен тезірек қартаюдан қорғап тұратын қатарды да жуып тастаймыз. Аптасына 1-2 рет сабынмен жуыныңызда, қалған уақытта тек қана сумен шайыңыз. Адреналинді көбейтіңіз. Үй, жұмыс, үй деп жүретін жандар үшін адреналинді арттыру керек. Мұндай қызықсыз график арқылы сіз өмірдің керектігін түсіне алмайсыз. Достарыңызбен қыдырыңыз, жұмыс пен тұрмыстағы проблемалардан әбден демалыңыз. Немесе аттракционға барып көңіл көтеріңіз. Мұның бәрі сіздің сергек әрі көңілді жүруіңізге әсер етеді. Шылым шегуден бас тартыңыз. Темекіден бас тарту сіздің денсаулығыңызды ғана емес, экономикалық жағдайыңызды да жақсартады. Шылым шегуді доғару арқылы сіз ағзаңызды көптеген зиянды заттардан қорғайсыз. Орта есеппен темекіге құмар адам күніне 20 шылым шекті деп есептейтін болсақ, бір шылымды шегіп біткенше 3 минут уақыт кетеді. Бір күнде оның темекі шегуге 1 сағат уақыты кетеді, ал бір жылда 365 сағат жұмсайды. Медициналық зерттеу нәтижесінде шылым адам өмірінің 7-10 жылын қысқартатынын дәлелдеген. Сондай-ақ, темекі шеккеннен кейінгі жағымсыз иіс өзіңізге де айналадағы адамдарға да ұнамайтыны белгілі. Жылына 600 мың адам темекі шегуден келетін түрлі сырқаттардан көз жұматынын еске сақтаңыз. Колбаса сатып алуды доғарыңыз. Құрамында канцероген бар заттардан түгелдей дерлік бас тартыңыз. Олардың қатарына қақталған, маринадталған, консервіленген, майға қуырылған, тұздалған және натрий нитраты қосылған тағамдар жатады. 50 грамм қақталған колбасаның зияны күніне 1 пачка шылымның түтінімен тең. Ұйқыңыз тыныш болсын.
Күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтаңыз. Ұйқыңыз тыныш болуы үшін бір уақытта жатып, бір уақытта тұруды әдетке айналдыру керек. Физикалық күшіңізді қалпына келтіріп, басыңыздың жақсы жұмыс істеуіне ұйқының тікелей әсер ететінін ұмытпаңыз. Иммунитеттің көтеріліп, жай ғана көңілді жүрудің өзі ұйқының тыныштығынан. Көңілді жүріңіз. Үнемі көңіл күйдің нашар болуы денсаулыққа тікелей зиян екенін көп ешкім түсіне бермейді. Көңіл күй түскен сайын адам депрессияға шалдығады, ал депрессияның түбі өміріңізге қауіпті ауруларға әкелуі мүмкін. Құрметті көрермен, осы айтылған кеңестер сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.